Билал Игет Кочак 1995 жылы 12 қазанда Самсун қаласында дүниеге келген түрік телеактері. Отбасы. Ол отбасының жан-жақты қолдау көрсеткенін айтады. Менің отбасыммен қарым-қатынасым әрқашан өте жақсы болды. Олар мені әрқашан қолдады. Мен жақсы, мейірімді ата-ананың қолында өстім. Олар менің осында келуіме үлес қосты. Балалық шағы. Актер болуға деген құштарлығы кішкентай кезінде анасымен бірге көрген фильмдерден басталады. Анам бізге демалыс күндері көретін фильмдерді көп таңдайтын. Мен көрген фильмдер маған қатты әсер етті. Білім беру өмірі. Бахчехир университетінің экономика және қаржы факультетінде оқыды. Академия 3,5 актерлік шеберлік бойынша білім алған. Мен қазір консерваторияға барамын. Мен экономика және қаржы бөлімін тастардым. Өйткені мансаптық жоспарым кейінірек қалыптасты. Негізі экономика мен қаламайтын бөлім болды. Жағдай мені сондай итермеледі. Ал мен алғаныма қуаныштымын. Стамбулға келген соң зерттеуге кірістім. Сұхбаттан кейін оқуымды сонда бастадым. Бахиде де алдан өте тәжірибелі актер және өте жақсы жаттықтырушы. Олар өз алдына мектеп сияқты болды. Осындай есімдермен жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болғаным үшін өзімді бақытты сезінемін. Мен олардың актерлік өнерге қалай қарау керектігін үйрендім. Оның өмірінің бетбұрыс кезеңі. Ол алғаш рет интернет әлемінде Вайн феномені ретінде белгілі болды. Ал менің ағаларым, яғни бауырлар телехикаясы оны қалың көрерменге танытты. Стамбулға экономика мамандығы бойынша оқуға келгеннен кейін ол мұны қаламайтынын түсініп, өмірдегі бетбұрыс болған актерлік өнерді қолға алып оқуға бел буды. Мен Google-де актерлік тренинг деп өте клишек түрде теріп оқиғамды осында жеткіздім. Мен жазғаныма қуаныштымын. Bir күні менеджерім қоңырау шалды. Маған бауырлар телехикаясының сценарийін жіберіп, Омер кейіпкері үшін сенімен кездескісі келеді деді. Алғаш оқығанда бәрекелді, жарайды деп, бұл кәсіптің сәтті болатынына әу бастан-ақ сезіндім. Мен Омерді жақсы көрдім. Оның сүйіспеншілікке толы және эмоционалды табиғаты мені таң қалдырды. Бірінші эпизодтың сценарий оқығанда көзім жасқа толып кетті. Өмер Эренді ойнамасам өкінетін едім. Бұл жобаның орындалғанына қуаныштымын. Менің жолдарым Омер Эренмен тоғысқанына қуаныштымын. Актерлыққа алғашқы қадамы. Телевизиялық шытырман оқиғасын 2006 жылы Сені кім сатып алды телехикаясында сомдаған Мехмет кейіпкерінен бастады. Ол қай жобамен жарқырады? Ол бауырларым телехикаясында сомдаған Өмер кейіпкерімен жұрттың назарын аударды. Ақыл-ойы. Ең алдымен ол жұмыс істеуге және күш салуға сенеді. Бірақ біз сәттілік факторында елемеуге болмайды. Сәттілік сені басқа жерге апаруы мүмкін. Бақыттың көзі. Өмірдегі ең үлкен шабыт пен бақыттың көзі оның жұмысына деген сүйіспеншілігі. Мен әрбір көріністі соңғы рет ойнағандай ойнаймын. Ең бастысы, көрермендерге жүрегімді ашатындай сезінемін. Бұл қазір менің ең үлкен мотивацияларым. Өмірге көзқарасы. Ортада емес, соңында демал деген ұранмен өмір сүреді. Менің армандарым бар, мақсаттарым бар. Осы жағдайлар болғанша мен тынымсыз жолымды жалғастырамын. Мен үшін аудиториямның ризашылығына ие болу, олардың жүрегіне жол табу. Ең бастысы, танымал болу мен үшін ештеңені білдірмейді. Танымал болу адам болу менің өмірімде ештеңені өзгерткен жоқ. Кем дегенде менің өмірімде ештеңе өзгерген де жоқ. Мен әлі де сондаймын. Оның сүйіспеншілікке деген көзқарасы. Қазір маған барлық қарым-қатынастар пайда табу үшін жасалған сияқты. Таза достық бізде жиі кездесетін нәрсе емес. Сондықтан менің достарым көп емес. Мен көп араласпаймын. Өйткені бұл жалған қарым-қатынастар мен алға жылжи алатын қарым-қатынас емес. Мен өз басым интроверт болғанды жөн көремін. Мен махаббаттың бір рет болатынына сенемін. Өйткені жанның жартысы ғана бар. Менің қарым-қатынастарымның ең маңызды сәті. Сенім. Менің ойымша әрбір екі жақты қарым-қатынаста ең бірінші реттелетін тас сенім. Әрине адамның өзі болу, істеген ісінде табысты болу, еңбекқор және тәртіпті болу мен үшін маңызды факторлар.
оның іскерлік өмірге көзқарасы. Ол өмірінің өте ауыр жұмыс істеген кезеңінде болғанын айтады. Бұл жағдай мені актерлік және тәжірибе тұрғысынан көп жақсартты. Мен енді ғана жолдың басында тұрмын. Сондықтан қазір мені ойлайтыны аянбай еңбек ету және өз жұмысымды жақсы орындау. Менің сырым еңбекқорлық пен адалдық. Қанша өнерлі болсаң да жұмыс істемесең өшеді. Оны жақсарту үшін күш таусылғанша жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Сіз жұмыс істегенде сіз төлейтін нәрсені аласыз. Сонымен қатар шынайылық маңызды. Мен ойнай отырып көрерменге жүрегімді ашуға тырысамын. Мен оларды тікелей мен арқылы көруге тырысамын. Біздің аудиториям шынайы мінез-құлықты жақсы түсінеді, жүрегін ашқанды көреді. Ойнаған телехикаялары 2021-2022 Бауырлар Омер Ерен, 2020 Кел махаббат айт, Онур Пуксат, 2019 жылы Ешкім білмейді.